Ассаляму алейкум, hurmatli телесерджилер, хаберлер вақты студияда мен Алиме Кайбулаева чалышам ве бүгін yayınımızda бойле малюмат. Кырым Cumhuriyet Yılbaşçısı Сергей Аксенов энергоқамача фақта оз хатыравларынен пайлашты. Куртарыcılar, янгынчылар ве тибби хадимлер Кырым көпірінің құрыжылық мейданында бераберлікте огренув кечерділер. Исмаил Гаспринский адына хадимлері Кырым татар тілінде 140 китапның кезлевдеки Исмаил Бей қасабасының милли мектебіне берділер. Муведигер малюмат біздің йайнымызда. Yayınımızны авадан башлаймыз. Ақмежетте қыш жедвел бойынша келді. Бүгінгі иш күннің соңында бірінші қар яғы башлады. Ава дәрежесі 0-дан ашағы 2 градусқа түшті. Синоптиклер келечек геже суық олажағақта тенбейлейлер. Күмер ерлерде термометрлер атта 6 градус суықны көстережеклер. Афтаның соңында есе ава баяғы қызажақ. Базар күні ава арареті 13 градус сызжақ олажақ. Кырым Cumhuriyet Yolbaşçısı Сергей Аксенов энергоқамача фақта оз хатырлавларынен пайлашты. Cumhuriyet başı Эмин Кырым блэкауты тарих дерсліклеріне кірежек. Бұақта о оз Facebook сайфесінде язды. Энергоқамачавның 2-ші елғы күні Аксенов 2011 сененің ноябрь айында 100 берген вақиялар ақында хатырлады. О вақыт террористик акт нәтижесінде бұтын ярмада толысынен ұшықсыз қалған еді. Бөле бұйық қазаға yol берілмеді. Чүнки энергетиклер февқледе вазет қызметінің хадимлері, хакимет органлары ажеле суретте доғры иш алып бардылар. Кырым сакинлері раст келген ағырлықларға бақмадан энергоқамача фоларны тек бірлештірдім. Ве 2014 сене япылған сечув доғры олғанында емінлікні арттырдым. Деп қайдеті Аксенов, Кырым сакинлері бұ адиселерні насыл хатырлайлар, ве олар текрардан қорқалар ма? Безусловно, было тяжело, но мы знали, что все-таки будет нормально, что Россия нас не подведет. Да прекрасно пережили, все нормально. Абсолютно все нормально. Очень тяжело, тем более у нас маленький ребенок. Очень плохо было. А скажите, вот вы боитесь ли повторных отключений? Конечно, боюсь. Это же отразится, что мы и замерзнем, и нечего будет приготовить покушать. Ну что сказать, то, что они его выключили, это не повлияло никак абсолютно. Пережили прекрасно. Ну, вечером со свечой посидели, ну, электростанцию купили. В хозяйстве пригодилось. А боюсь? Нет, не боюсь. По-моему, сейчас уже бесполезно что-либо нам отключать. Да прекрасно мы пережили все. Спасибо им. Мы не боимся повторных отключений. Понимаете? Не боимся. Конкурс комиссиясы Кырымның яңы баш мемарны сечті. Бұ Ирина Соловьева олды. О эвел балашы хашер живары мемориетінің ребер муавина вайсфесіне бежере еді. Кырымның эвелгі баш мемары Анна Царева оз істегі иле іштен бошамақақта ариза язды. Москвадан келген Царева мартның онында баш мемар оларақ тайын етілген еді. Қойылған вазифелерден бірі оз башымча құрыжылықны йықмақ үшін норматив база шәкілендіруі олды. Ондан эвел бұ вазифені бежерген Александр Кузнецов Аксенов Cumhuriyet шерлерінің мемарлары арасында кадр темізлемеклер илян етілген сон оз иш еріні терк етті. Ақяр деңіз пехотасында бұйық оқулар кечті. Тедбірде онлар женус хаземаневи техника ве бірқач юз инсан иштирак етті. Оқуларының мақсада желе арби телуке вақтында бөлгелерінің әрекетлеріні доғыру тізмек. Арби қызметшілер бақчаларда çalışmaға душманға уджум етмеге ве пехотаны қоршаламаға огренділер. Оқуларының ең ағыр қысмы бұ яландан яраланған деңіз пехотачыларының ұруш мейданындан тахлие ету бойынша операция олды. Зарарланғанларының құртармақның рақыпке қаршы көрешмек керек еді. Ақмежет районының мемориетінде бірінші Қырым татар құрылтайының 100 елығы иле бағлы тедбірлер музакер етілді. Мушавереде Қырым Девлет Шурасының вице-спикері Ремзи Ильясов, Русия президенті Угынде миллетлер арамнасибетлері бойынша Шураның азасы Искендер Белялов, Қырым мұсылманлар идаресінің векіллері ве жематчылық иштирак еттілер. 9 декабря мы проводим съезд. Его можно назвать просто объединительным съездом, но название съезда такое
торжественное заседание Курултая мусульман Крыма с общественными организациями, посвященное столетию первого Курултая. На съезде ожидается участие религиозных деятелей, общественных организаций. Мы пригласим делегатов Курултая, при этом мы, наверное, пригласим всех делегатов, всех созывов, у кого будет какая-то возможность. Будет действительно рассмотрено несколько вопросов, какие сейчас я не скажу. И итоги этого Курултая, в общем-то, будет решать сам съезд. Мною было рассказано вопросы, именно подняты вопросы по языку, по топонимике, по гражданству, по справкам, по реабилитации. Я попытался донести, что какая идет сейчас работа. Я думаю, что учителя и все крымские татары должны подключиться именно к проблеме языка. Карасу Базар районының Барабанова көйіне яңы рейс маршрут açılды. Енді Ахмежит Барабанова маршруты бойынша 6 рейс қатынай. Автобуслар Ахмежит шерінің Восточный адлы автостанциясындан yolға чыққажақлар. Бұл маршрут Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның авалесі бойынша çalışы башлады. О Карасу Базар районының әпсі мескен ерлері иле мұнтазам суретте бағда болынмақны темин етежек. Дыққат мақсус сигнал ебіді идаресі бойле серлевалы профилактик тедбір кечірді. Олар февкуледе вазиет назерлігі әжелі ярдым машиналары yollarda мақсус сигнал или кечмесі меселесіне дыққат айырдылар. Башқа айдавжылар бойле машиналарға yol бермек кереклер. Обращаем внимание водителей на то, что во время проведения оперативно-профилактических мероприятий будет проводиться скрытый контроль. Данное мероприятие покажет нам, насколько водители соблюдают правила дорожного движения. Будем делать выводы и частоту данных мероприятий уже будем смотреть из количества нарушений водителями. Куртарыжылар, янгынжылар, ветті хадимлер Қырым көпірінің қорыжылық мейданында бераберлікте огренув кечірділер. Чешіт қызметлерінің хадимлері деңіз дамартасында янгын сондыров, инсанларына куртаров схемасыны çalıştырдылар. Әмде әжеле хабер етув системасының ішіні сынап бақтылар. Тәфсилетлар бізім небеті келіп қамызда. Қырым көпірі құрылайатқан ерде анбар янды. Күшлі ел алевлері қомшы вагонларға аттырды. Моста отряд хадимлері не yapmaға білмейлер. Құртачылар бежермек керек олған әрекетлер де олдықша ағыр. Заря 144-9, звено входит в очаг пожара. Февкуледе вазиет қызметінің 40 хадимы ве 10 нұсқа техника бұл ерде. Бұйық оқuvlarda атты тиби хадимлер іштірак етелер. Эфсания бойынша олардың бірісі денізге түшкен ве оз күшінен судан шығып оламаған. Зарар көргеннің ролінде мақсус макет. Вопросам безопасности на строительстве Крымского моста уделяется особое внимание. Жестко контролируется весь цикл производства работ. Кереч боғазыдан көпірні бір вақыт аман-аман 12 bin инсан құра. Оны бірден 8 ноқтада тіклейлер. Ве бұл тек 2 сайылды келді, бұл әмде боғазының озы. Құртачылар, яңғычылар ве тибби хадимлерінің вазифесі әрбір февкуледе вазиетте азыр олмақ. Все то, что в реалии может быть, все проверялось, работоспособность, слаженность между собой всех перечисленных сил. Есть уверенность и у нас. В ходе таких учений отрабатывается. Кереч боғазындан кечкен 19 километрlik көпір Русияде en uzun olacak. O yaramadanı Қыта, araba ve demir yolları ile bağlayacak. Yanı nakliye damarı bir yılda 14 milyon yolcunu ve 13 milyon tonna yükünü çekecek. Arabalar 2018 senesi katına başlayacak. Trenler ise 2019 senesi. Қырымда антик Барби қоқласы тапылды. Аман-аман 2000 yıllık бала онжақлары керешке яқын ерде тапылды. Андашымда археологик қазма ішлер алып барыла. Ран археология институтының алимлері Рома империясы девріне айыт евлеріне огренелер. Олар ақиярдан керешке же құрылайтқан Таврида трассасында тетқиқатлар кечірелер. Онжақлардан ғайры бойле евде савуд алитлер ве илванлар тапылды. Олар орта дереже сакинның тұрмышны нумайыш етелер. Материал, захватывает большой временной период, и, судя по всему, территория сильно была обжита во все времена. Алимлерінің фікіріне көре көевлері тамилаттан сон бірінші асырда құрылған еді. Ошарқы Қырымда Таман ярмадасында Веддон сайыплерінде ерлешкен Боспор қыралығы девріне айыт.
Müessesinin müdiri Emin sakinler oylay alıştılar. Onun için mında o kadar erte keleler. Kimir adamlarını komşuları korkuzdu ve erte barmağa tavsiye ettiler. Daha bir yıl evvelsi nefbetler ile vaziyet ağır idi. Bugün böyle meseleler yok. Уважаемые граждане, которые приходят, в общем-то, под двери МФЦ каждое утро, приходите, пожалуйста, в 7:30. Мы вам откроем, мы вас запустим, мы вам спокойно выдадим талоны. Если вы будете приходить в 6 утра, мы просто вынуждены будем открываться в 6 утра. Люди у нас тоже работают на пределе, и мы тоже не можем постоянно, в общем-то, открываться все раньше и раньше. Memuriyet indi kun öz kapılarına bir kun evvelsi berilgen talonlar cedvelini asa, sutka mında 500 adam kabul oluna. По состоянию на без 15,8, запустив всех людей, как вы видите, у нас есть свободные талончики. Могу продемонстрировать. Итак, государственная регистрация права на сегодня. Свободное время. Белый – это незанятые слоты времени. Eksperiment göstergeni gibi istegen vakitta vesikalarını tapşırmak ve öz meseleni çözmege mümkün. Demek sabah 6'dan nefbetke durmağa acet yok. Нет необходимости сейчас ночевать, допустим, как это было летом. Пришел в 6, а необходимости, оказывается, не было. Şahsi mülkini resmileştirmege istegen gражданlar için onaytlı hizmet var. Talonu çok fonksiyonel merkezinin saytında online şekilde almak mümkün. Bu vakit siz özünüz için onaytlı vakitini seçebilirsiniz. Enver Ablaziz, Ivan Yevdokimov, millet için. Kerech polisleri ballar ve osmurlar için hukuklar boyunca malumat berdiler ve konsultasiya keçirdiler. Şehirning okuv muassasalarında profilaktik tedbir subet viktorina oyun şekillerinde keçti. Böyle koşuvlarning birisi 9. mektepte olup keçti. Bu yerde ballarga kinolog ve köpekler ile tanışmağa imkan verildi. Labrador Viking hukuk korçalayıcı organlarda hizmet etti ve Baykonur kosmodromunda çalıştı. Köpek yengilliknen patlayıcı şeylerini tapa. İsmail Gasprinski adına xadimleri Qırım Tatar tilinde 140 kitapını Kezlevdeki İsmail Bey kasabasının milli mektebine berdiler. Ballar ile Qırım Tatar yazıcısı Uriye Demova ve Yangi Dünya gazetasının baş muharriri Zera Bekirova subet ettiler. Tafsilatlar bizim Nevet Ikilevxamızda. Baksanız bu mevcut kitap. Масалар, келер, әфсәнелер, ширлер жиынтықлары. Яны kitaplar мектеп kitapханесының рафларында ер алдылар. Эльмас 8-нче сынып талебесі. Келечекте о емшіре олмаға арзу етті. Тибия тахта kitaplardan гайры беде әдебиятны оқумаға пек севе. Ве хусусын ана тілімізде. Kitaplar çok güzel. Мен мында çok келедім. Çünkü kitap bu bilgiyen aktarı. Kitaplarını bugün 11 sınıf talebeleri için takdim ettiler. Yangi Dünya gazetasının baş muharriri Melinet Şerlerge abone olunu fakta tarif etti. Sizler aytarsınız, biz gazeta okumayız çünkü internette her şeyini tapamız. Siz bizim gazetada basılgan şeyini hiçbir türlü internette tapamazsınız. Yok o internette. Çünkü internetke kim koyacak? Onu şu gazetanı yapkan siz men koyacağım. Ya siz Tatarca olmagan son siz neni koyacaksınız internetke? Elbette ki koyup olamazsınız. Gazetamızda basılgan birçok makalelerini tek yanı dünyada okuyabilirsiniz. Ve men bellesem, mesela men nasıl ki gururlanam. Biz Kırım Tatarlarda 100 yıllık gazeta var. 18. yılı fevral ayında tercüman kapatıldı. Çünkü tercümanını çıkarmağa çare kalmadı. Çıkarmakın bek ağır bir yıl edi. Lakin şu yılı Moskva'da Kırım Tatarları için Yangi Dünya degen o vakit yeni dünya Arapça Arap harflerinden yazılan gazeta çıkar. 19. yılda o Kırım'a koçup gelip 18. mektep bugün 140 kitap elde etti. Bu tuğgan dilde basılgan nişirler emde Kırım halkları ve tarihi akta kitaplar. Среди тех книг, которые вышли в этом году, хотелось бы выделить это такую книгу, как автора Эльмиры Черкезовой, искусствоведа. Это крымско-татарские мастера декоративно-прикладного искусства, художники, архитекторы. Я думаю, что это будет очень хорошим пособием, подспорьем для изучения в школах, именно знакомства с работами крымско-татарских художников, как довоенных, так и современных. Yılның sonuna kadar Media Merkez Kırım mekteplерінде çalışkanlarga ana tili hocalarına adlı mecmuаны teslim etmege planlaştıran. Bu kullanma tilimiz ve edebiyatımız derslerini meraklı yapmağa yardım edecek. Kullanmanı yanı yılga bedava elde etmek mümkün. Yanvarının 1'inden ise ona abone olmak mümkün. Nariman Tırsinova, Ramazan Alivapov, Millet Telekanalı.
Қырым футбол клублары мәдеви информацион дестекіле темин этлежек деп хабар етті Қырым Жұмхуриет башы Сергей Аксенов Қырым футбол бірлігінің ве Жұмхуриет мөйстелерінің векілері иле Коршув кетшатында. Коршувде футболға малия айров суаллера музакер етілді. Тедбірде Қырым футбол бірлігінің президенті Юрий Витоха иштирак етті. Сергей Аксенов айрыжа қайдетті ки Қырым футболына зедеже дестек көстермек керек ве бұйын елішіні файл сүретен кешаф етмелі. Оның сөзлеріне көре кележек сене Крымэнерго идаресінің ярдымынен Қырым футбол клубларына 60 миллион рублей айырмақ ве Қырым ве Умум Русия ярышларында оларының иштирагыны темин етмек акта қарар алынды. Сумма приличная. Думаю, что просто на начальном этапе, коллеги, но мне кажется, что это нормальный размер помощи для того, чтобы крымские команды там могли чувствовать себя нормально, но по крайней мере спокойно. Спасибо нашим энергетикам. Футбол сегодня Крыму нужен. Так или иначе, наша молодежь стремится, условия там надо создавать, поэтому другого варианта нет. Поэтому это будет касаться всех ГУПов-монополистов. Сегодня Крымэнерго вышла, у нас и Черноморнефтегаз, и Крымгазсети, Крымвода тоже будет определенную нагрузку такого плана, нести. Бүгін Қырым федераль бірлігі купының черик финал матчлары кечтелер Бахчисарай районның хан әлі көйінде Қызылташ небет сефер Крым теплица тақымы әлі күчіні сынады. Тақвим иқтиярынен бұра қыплерінді бір артындан уч матч кечірділер. Бір матч Қырым футбол бірлігі премьер-лигасының чемпионаты черчевесінде ойналған еді. О вақыт тепличниклер 2-1 эсап иле ғалибе қазандылар. Купның бірінші матчында Крым теплица тамам бойле эсап иле Қызылташ тақымның енді. Бүгін жевап оларақ ойналған матчта Қызылташ 0-3 эсап иле ойын кечірді ве купны терк етті. Мастерства не хватило, да, там завершальной стадии, когда там нужно было, мы играли первый тайм с тотальным преимуществом над соперником. Команда там Крым Теплица 3 раза перешла в футбольное поле, забила 1 гол, а мы там, не знаю, в штрафной площади раз 10 побывали и ни разу не дали там поворотом, не ударили поворотом. Но это называется исполнительское мастерство. Эледен зеди терек яңыз кемлелер чөплік урналары ветемас территория Беспалова соқағында студентлер шерчігінің Курочка адлы исраат бақчасында Экамон адлы лейханың бір елығы қайдетілді. Эпсі бұйшлер Ваналер шіркетінің тешебюсі иле өткерілді. Ахмеджет шер мемуриеті де бұна қол тұтты. Жемачылық КФУ-ның генчлері ве район сәкенлері де бұйште ярдым көстерділер. Талақа санки байрам кыбы кечті. Бұратлық күні олғанына бақмадан жемачылық мемнуниетлі Туфган скверінде чалыша. Бұл территорияны комплекс шекілді абаналаштырмақ үшін бір адымдар. Общежитие наше здесь рядом. Куда выйти вечером даже посидеть так? Конечно же в парк. А так, в том состоянии, каком он был, это было очень трудно. Исраат бақча еллар жетемізленмеді ве оның абаданлаштырылуына пара айрылмайды. Тереклер бақылмай, урналар ескі, қалдырымлар бозуқ. Талақада иштирак етмек ве эвелки скверны қайырдан жаландырмақ үшін инсанлар атта құранталарынен келділер. С малых лет нужно прививать к детям и закладывать в них стремление к чистоте, к благоустройству, к тому, что нужно это все поддерживать, нужно это все улучшать. Сквер келечекте құрылacak академия адлық чоқ функциональ комплекске якын. Оны якын заманда құрып башлайжақлар. КФУ-ның студентлері академия адлы лейхаға фаал суретте қол тұталар. Айталар ки талақа оның құрыжылығына да бір адым. Сейчас мы увеличили еще больше эту территорию. Изначально планировалось, что сквер мы благоустроим примерно до территории за рынком. Но, посмотрев, в каком состоянии находится вся оставшаяся часть, приняли решение благоустроить его полностью. Эндіден бұл ерде эледен зияды терек оседжек, седыр, уюке, ақча ағач ве ақчам тереклері. Келечек комплекс құрылайатқан ерде эски тереклер кесілгені üçün шirket 3,5 миллион рублей төледі. Бұндан ғайры олар тек комплексының территориясында дегіл, скверде де чоқ тереклер отырмаға планыштыралар. Яқын келечекте мұнда пияделер зонасы, земаневи бала мейданчығы ве спортив зона құрылacak. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Шымдылық бұл әпсі мәлімат саат 21:30-да есе кележе хаберлер информацион программасына Асана Бибулаев иле қачырманыз. Ярынға қадар сақлықнен қалыңыз.